Мен оқыған бір ертегі атты театрландырылған іс-әрекетті ересек топтардың тәрбиешілері мен балалардың орындауындағы алтын сақа ертегісін тамашалаңыздар. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарыға жүріп перзентті болыпты. Арада бірнеше жылдар өтіпті. Бай бір күні жылқыларын суғаруға көлге келсе, байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жоламайды. Сол кезде бай тұрып, судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлде уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да байдың жағасынан ала кетеді. Мен осы күнге көп армандадым. Мен сенің жаныңды аламын. Жоқ, үйір жылқы берейін, мыстан жанымды алма. Жылқының да керек Ат емес. басына алтын берейін. Алтының да керек емес. Енді Мен не сенің қалауың? жаныңды аламын. Сенің жалғыз балаң бар екен. Соны маған бер. Олай болса, былай жасайын. Ертең мен көшкелі жатырмын. Ескі жұртқа баламның сақасын тастап кетем. Балам сол сақасына оралар. Жарайды енді, ендеше байеке, бұл сөзіңе де сенейін. Мені алдап кетпе. Жарайды. Бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшерде жалғыз баласының алтын сапасын ұмытып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барып ойнайын десе, сапасы жоқ. Бала алтын сапасын іздеп жылайды. Болды, неге мұңайып отырсың? Әкешім, алтын сақамды жоғалтып алдым. Балалармен ойнайын десем, сақам жоқ. Ой, қайран басым-ай. Кеше көшеде ескі жұртқа сенің сақаңды қалдырып кетіппін ғой. Өзің барып алып келерсің. Жарайды, әке. Олай болса жол жүрейін, бата беріңіз. Бісміллә, балам, сапарың оң болсын. Қайбірен 40 шілдер шуағыңда болсын. Bir Аллам жар болсын. Әумин. Саламатсың ба, әже? Бар болайын алайын. Әже, мынау алтын сақа менікі. Алып бересіз бе? Қарағым, сенікі болса сенікі шығар. Мен кәліктен тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын. Әже, жаста болсам, мына аттан түссем, мен де міне алмаймын. Әке жеңізші? Қарағым, аттан түсте ал сақаңды. Сонда баланың тайы сақаның жанына шыға қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады. Бала қашып кетеді. Қуып жүргенде кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай 3 аяғымен қашып жеткізбейді. Тағы бір тісін жұлып алып, лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай 2 аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Терек жанына бара бергенде, бала тайынан секіріп, түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қаза береді. Bir кезде bir қызыл түлкі келеді де, кемпірге: Сәлеметсіз бе, апа? Қарағым, амансың ба? Сізге көмектесейін, Жарайды. Мен әлгіні қуам деп шаршап қалдым. Маған көмектесші. Мен сәл жатып дем алып алайын. Жарайды. Жалмауыз түлкінің сөзіне сеніп, кеппенді түлкіге береді. Өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі кеппенді суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса не кеппені жоқ, не түлкі жоқ, алданып қалады. Ой, су басым-ай, қырдың түлкісіне алданып қалдым ғой мен. Ой, су басым-ай, алжыған басым-ай. Кемпір сосын ұйқыға кетеді.
тағы да келдің ба? Мені алдап соққан кеше қырдың түлкісі келіп. O kartın tırgışı. Ben şartın tırgışımın. Ötkende o bala beni anlaş. Kanla beni adı bağırlaştırdı. Олай болса сөзіңе сенейін. Онда маған көмегіңді бер. Мына бәйтеректің түбін шауып құлатып, мына баланы ұстап алайық. Жарайды. Мен сәл тынығып алайын. Түлкі кепенді алып, шұқырды бірден қашып кетеді. Кемпір ұйқыдан тұрса, аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Жердің түбін қаза-қаза құлауға жақындайды. Ой, алжыған басым-ай, қырдың да түлкісіне, сырдың да түлкісіне алданып қалдым ғой. Бұлай алданам деп ойламаппын. Бұл түлкі мені тағы да алдап соқты ғой. Баланың төбесінен қарға ұшып өтеді. Қарғалар, ау қарғалар, қар үстінде жорғалар, ауылдағы төбетіме менен сәлем айта бар. Мені мына мыстаннан құтқарсын. Қарға қар деп ұшып өтеді. Бір мезетте үйрек ұшып өтеді. Үйректер, ау үйректер, үйрегінен тізбектер, менен сәлем айта бар. Ауылдағы төбетіме мені мына мыстаннан құтқарсын. Бір мезетте қарлығаш ұшып келеді. Қарлығаш досым, мені мына мыстаннан құтқаршы. Ауылдағы төбетіме сәлем айта бар. Ой, бізге қарлығаш кеп қапты ғой, ұшып. Aldın şeklinde bekleyin. Bastığında bir bala dur. Ramamız gibi kazıp rakkan kavga tayaudur. Oğlan kömek gerek. Onu seni getip barayım. Ха, басмай, хайран басмай, төбетім бара ғой. Менің баламды құтқарып келші, төбетім. Бұны естіген баланың төбеті бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек құлайды.